Құрметті тыңдарман, аудио кітапты тыңдап болған соң өз пікіріңізбен бөлісуді өтінемін. Себебі сіздің әрбір пікіріңіз біз үшін де, каналымыздың дамуы үшін де өте маңызды. Екінші бөлімнің жалғасы, үшінші видео. Тағы бірде Қалихан мен Ахметжан кештетіп, ымырт болған кезде бөлмемізге кіріп келді. Уақытты өте үнемдеп пайдаланып, бізбен кездесуге де өлшеулі уақытқа келгендерін айтты. Төртеуміз столовыйдан тамақтанып болған соң Қалихан мен Дүйсенкүл жатақханаға кетті, ал Ахметжан екеуміз бөлек кеттік. Ахметжан: "Айеке, оңаша дарияның жағасына барайық, ешкім жоқ жерге. Көшеде әскери киіммен жүрген соң бәрі маған қарайды, оның үстіне званиемде көрініп тұр. Бұл қандай бос жүр, ойнап жүр қызбен, еще званиесі бар деп көргендер оскорблять етпей ме?" Мен солай, я солай деді де: "Извини меня, иногда сразу не смогу перевести, и получается." Сөзім дұрыс шықпайды. Дұрыс шықпаған сөздерімді өзің регулировать етерсің. Потому что я постоянно продумаю про тебя. Спутаю деді. Мен: "Ладно, хорошо, я столько смогу, постараюсь" дедім. "Если ты меня любишь, я верю, что ты все сможешь" деді. Бір-бірімізге қарама-қарсы тұрмыз. Екі қолмен екі қолымды ұстап тұр. Жауырыны қақпақтай, алақаны да көлемді. Менің екі қолым қабығының ішінде былқылдап қозғалып тұрған жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы сияқты алақанында ойнап тұр. "Айеке, біздің атымыз Айжан, Ахметжан. Так совпадает, как красиво, как будто Бог дарил нам специально, да?" деп ойланып тұрып қалды. Қысып ұстап тұрған екі қолымды екі иығына қойды да сәл шалқайып аспанға қарап тұрды. Басын кілт бұрып, дөп-дөңгелек болып жарық беріп тұрған айға қарап: "Ты будешь менің жарқыраған айым, ведь твоя имя луна, еще добавить Жан. Ты не простая луна, ты светая и наивная луна" деді. Әлгінде өзі екі иығына қойған екі қолымды әлі өзінің екі қолымен басып тұр. Тағы сәл шалқайып айнала жұлдыздарға қарай бастады. Ол шалқайған сайын ол екі қолымды иығының үстінде басып тұрғандықтан оның үстіне еңкейіп бара жатырмын. "Ахметжан, мен үстіңе құлаймын" дедім. "Очень хорошо, мен сені көтергім келіп тұр. Если возможность болса, крыльяма отырғызып аспанға ұшар едім. Давай сені көтерейін" деді. "Не үшін" деп күліп жібердім. "Я постоянно хочу что-нибудь поднимать или чем-то заниматься, хочу работать. Я сказал же, мектептен бастап занимался спортом" деп, "көп похвальная грамотой" деп, "спорт залог здоровья" деді. Мен: "Да, видно, что ты был спортсменом" дедім. "Көтерейін бе" деп сұрады. "Неудобно" деп жауап бердім. "Тогда давай арқалаймын, сонда удобно болады" деп екі қолын босатып теріс қарап арқасын тосты. Мен сылқылдап күліп тұрмын. "Ұят қой" десем: "Кімнен ұят? Ешкім жоқ, екеуміз ғана ғой. Давай кел" деп мені арқасына арқалап алды да сәл қатқыл қардың үстінде дарияны жағалай жүгіре жөнелді. Мен әлі шек сілем қатып күліп жүрмін. Құлап қалмайын деп мойнынан құшақтап алдым. Анық біліп тұрмын, ол рахаттанып жүр. Өйткені мен жақындасам, қолым денесіне тисе, ол рахаттанады. Білмеймін, мені мойнынан қаттырақ құшақтаса екен дей ме, әлде өзі қуанғаннан қызып кетті ме, анда-санда секіріп-секіріп мені одан бетер күлдіреді. Күле-күле буыным босап, мойнынан қатты құшақтап арқасына жатып алдым. Арқасы жалпақ, тығыз, жұмсақ, диван сияқты. "Ұйықтай бер, жеп жеңілсің, жатақханаға дейін арқалап бара беремін" дейді. Мені арқалап еңкейіп тұрып сағатына қарады да: "Ох, уақыт қалай тез өтіп кетті, қайту керек" деді. "Онда қайтайық, мені жерге түсір" деп едім. "Шаршайсың, арқалап жүре берейін, общежитиеге жақындағанда түсіремін" деді. Мені арқалап қайтып келеміз. Енді түн ішінде немен қайтасыңдар деген сұрағыма: "Машинамен қайтамыз, военный машинамен көшеде жүруге болмайды. Бір сенімді жерге қойып кеттік, сонда барып мініп кетеміз" деп жауап берді.
Шаршап қалдың-ау деп едім. Жоқ, сені арқалағанға мен никогда шаршамаймын деді. Дәл өзі айтқанындай етіп жатақханаға алып келді. Бөлменің есігін қағып, Қалихан, время, кеттік деді. Қалихан да тез жиналып сыртқа шықты. Жақсы деді де екеуі де солдаттарша тіп-тіке жүріп жатақхана коридорын бойлап кетіп бара жатты. Тағы бірде Қалихан Ахметжан екеуі асығыс кіріп келді. Өздерімен бірге түрлі нандар, тәттілер ала келіпті. Дастархан үсті толып жайнап кетті. Шай әкелдік. Қалихан шай ішінде. Уақыт тығыз, сәлден соң қайтамыз. Конторға шақырған соң келіп едік. Ахметжанның қызметінің ауысатынын айтты. Жоғарыдан приказ келіп тұр. Ахметжанды Москваға жоғарғы лауазымды қызметке шақырыпты деді. Ахметжан: маған осылай жүргенім жақсы еді. Военная дисциплина, ответственность, отказ не принимает деп үнсіз ойланып отырып қалды. Біз де еш сөз қоспадық. Ахметжан бірдеңе ойына түскендей маған жалт қарады да көңілі құлазып, жабырқаған күйін жасырғысы келгендей қасын көтеріп, қалтасынан блокнотын алып, стол үстіне қойып отырған қолымды ұстап: скоро сендер каникулға кетесіңдер ғой, маған адресіңді берсең жазып алайын, хат жазып тұрамын ғой деді. Бұрын соңды мұндай халін көрмегендіктен бейне бір мені ұмытпашы, көңілімді қалдырмашы, бетімді қайтармашы деп үзіліп, езіліп, өтініп тұрғандай көрінді маған. Басқа біреу алып кетсе маған жоқ болады-ау деген қорқынышпен менің адал махаббатым солай қор болып, баянсыз болуы мүмкін бе деген үміт, яғни арпалысқан екі сезім айқасып, басы қатып тұрғаны сезіліп тұр. Қайтатын уақыттары болып орындарынан тұрды. Қалихан да Дүйсенкүл де бәрін біледі ғой деп ойлаған болар. Военный есть военный, все по приказу. Енді бұрынғыдай жиі келе алмаймын, қашан келетінім белгісіз, сағынамын сені деп маңдайымнан, бетімнен сүйіп, көзін қолымен басып жылап жіберді. Қалихан: ой, Ахметжан, что ты? Мұндай әдетің жоқ, мықты генерал емессің бе? Солдаттарды қандай жігерлендіресің? Ал Айкеңнің алдында жылап тұрсың деп әдейі қаттылау айтып жұбатып жатыр. Менің де көңілім босап тұр, бірақ ұялып жыламай қатып тұрдым. Бірақ тағы да құшақтап, екеуі де жақсы деп есіктен шығып кеткен кезде көзімнен жас еріксіз төгіле берді. Езіліп солқылдап ұзақ жыладым. Дүйсенкүл, неге жылайсың? Москваға кетіп қалып деп отырсың ба? Қой, хат жазады. Сен кел десең, ол ұшып келуге дайын деді. Әлде басқа ойың бар ма деп сұрады. Иә, ұнатамын, қимаймын, бірақ қырғыз болғанына өкінемін дедім. Бәрібір екеуміз қосыла алмаймыз. Мен осы ойымды оған айтуға бата алмай жүргенмін. Бірақ әйтеуір бір күні көңілін қалдырмай жайлап жеткізермін деп ойлап жүруші едім. Бірақ мен оның адал махаббаты мен көз жасының обалынан қорқамын. Аналарымның әңгімесінен қыздар емес, ер жігіттің көз жасы ауыр болады, келешек өміріңе әсерін тигізбей қоймайды екен деп талай сондай тағдырлы мысалдарды айтып отыратындарын естіген едім. Менің ұлты қырғыз болған үшін қош айтысып, махаббатының баянсыз болғаны, мен үшін төгілген көз жасы, менің келешек өміріме, махаббат тағдырыма кедергі келтіре ме деген ой мазамды алады деп ойымды ашық айттым. Енді қайтейін? Ұлты қазақ болғанда үйге барып, көкемен ападан рұқсат сұрап, Ахметжанға өз қолыммен алып барып беретін едім. Қандай жігіттен айырылып қалатын болдық-ау? Екеуіңе екі жаққа кету де тым ауыр болады деп жылап жіберді. Ахметжан Москваға қызметке ауысқалы, Қалихан да бұрынғыдай келе алмай қалды. Ахметжаннан хат келіп тұрады. Мен жауап жазғанда екеуміздің ұлтымыз екі түрлі екендігін, ата-анамның рұқсат бермейтінін жай-жай жеткізе бастадым. Бірақ ол өз ойын жазып, менен айырылғысы келмейді. Ол хатты жиі жазса да, мен көңілі сойы бастасын деп жауап жазуды сирете бастадым. 3-ші курсты бітіріп, жазғы демалысқа кеттік.
Ахметжан көп жерлерін орыс тілінде, ал сүйемін, күйемін, махаббатым тағы басқа ынтызарлық сөздерін француз тілінде жазады. Сөз басында айттым ғой, ол шет тілдер институтының француз тілі бөлімінің 3-ші курсын бітірген деп. Хат жиі келген соң анам да біліп қойып сұрады. Мен болған жайдың бәрін жасырмай анама айттым. Анам да: «Я, институт бітірді, енді рахатын, бақытты болғанын көреміз дегенде Қырғызстанға, қырғызға кетемін десең, әкең де ағайындар да ренжиді, дұрыс көрмейді ғой. Менің өзім сен айтып отырғанда сол жігітке кетемін деп айтып қалама деп қорқып отырдым» деді. Мен оны өзімнің соңғы шешімімді айтқанда қуанғанынан байқағанмын. Жазғы демалыс бітіп 4-ші курсқа оқуға келдік. Бір күні жатақханада тұратын бір жігіт келіп: «Сізді төменде бір солдат келіп шақырып тұр» деді.